күніне 10 теңгеден жинап, бір жылдың ішінде 670 мың теңге жинайтын секрет айтатын боламын сендерге. Яғни қараңыздар, қалай оған жетуге болады? Біріншіден, бұған дисциплина керек, екіншіден дәптер керек. Яғни күнделікті 10 теңгеден жинайсыздар. Бірінші күні 10 теңге, екінші күні 20 теңге, үшінші күні 30 теңге, төртінші күні 40 теңге, бесінші күні 50 теңге, мысалы 10-шы күні 100 теңге, күніне 10 теңгені қосып отырасыздар. 365-ші күні 3560 теңге жинайсыздар. Сол уақытта бір жылдың ішінде сіздің жинаған капиталыңыз 670 мың теңге болады. Бұл жай ғана жинаған ақша, егер сіз оны депозитке салатын болсаңыз, сложный проценттің арқында 700-750 мың теңге болады примерно. Сондықтан бүгіннен бастаңыздар, қазірден бастаңыздар, қолдарыңызға дәптер немесе ручка алып жаза бастаңыздар. Бірінші күні 10 теңге, 20 теңге, және мұндағы ең басты қағида бұл дисциплина және күнделікті жасап отыру. Бүгін 10 теңге жинадым, ертең 30 теңге салам деуге болмайды, себебі қателесіп кетесіздер. Сондықтан күнделікті бір-бірден ақырын-ақырындан жинап отырсаңыздар, үлкен нәтижеге жететін болсыңдар. Ал енді достар, бір жылда 670 мың теңге жинасаңыздар, 2 жылда қанша ақша болады? Соны комментария жазып кетсеңіздер болады.